Сәлем балақай, өзіңді жан-жақты дамытатын арнаға қош келдің. Бүгінгі видеомызда көліктермен танысатын боламыз. Балақай, көліктерді суда жүзетін, жерде жүретін және әуеде ұшатын көліктер деп үшке бөледі екенбіз. Ендеше олармен бәріміз бірге танысайық. Балалар, ең бірінші жерде жүретін көліктермен танысатын боламыз. Олай болса, менен кейін қайталауды ұмытпа. Автобус. Автобус. Келесі жеңіл көлік. Жеңіл көлік. Жедел жәрдем көлігі. Жедел жәрдем көлігі. Келесі жүк көлігі. Балалар, жүк көлігінің бұлай аталу себебі, олар жүк тасуға арналған екен. Келесі трактор. Трактор. Балалар, трактор көлігі ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылатын көлік түрі. Мотоцикл. Мотоцикл. Поезд. Поезд. Трамвай. Трамвай. Өрт сөндіру көлігі. Өрт сөндіру көлігі. Келесі суда жүзетін көліктер. Балалар, суда жүзетін көліктерге желкенді кемелер жатады екен. Қане қайталаймыз. Желкенді кеме. Желкенді кеме. Моторлы қайық. Моторлы қайық. Балалар, моторлы қайықтар өте жылдам жүзеді. Ескекті қайық. Ескекті қайық. Кеме. Кеме. Жарайсың балақай. Кемелер өте үлкен болады екен. Келесі балалар, әуе көліктері. Әуе көліктері дегеніміз, яғни әуеде ұшатын көліктер. Оларға ұшақ жатады екен. Қанекей, менен кейін қайтала. Ұшақ. Ұшақ. Тік ұшақ. Тік ұшақ. Зымыран. Зымыран. Балалар, әуе көліктерін түрлі мақсаттарға пайдалануға болады екен. Яғни, жолаушыларды тасымалдау үшін, немесе жүк тасымалдау үшін, одан да басқа түрлі мақсаттарда осындай әуе көліктерін пайдалануымызға болады екен. Балақай, сен қандай әуе немесе су көлігіне мініп көрдің? Егер де мініп көрген болсаң, комментарияға жазуды ұмытпа. Ендеше келесі кездескенше менің арнама тіркеліп, видеоны достарыңмен бөліс.